Ешқандай молда болмаған, дін болмаған деген нәрсе өтірік нәрсе. Біздің өлкемізге дін екі жақтан келетін. Қазақстанға. Біріншісі Қазаннан келетін осы соңғы ғасырларда. Екіншісі Бұхарадан келетін. Қазаннан оқылған нәрсе Қазанның мектебі колледж, діни колледж болады. Бұхараның мектебі университет тәлім сияқты үлкен болады. Осы екі жақтан молдаларымыз оқиды. Одан бөлек, тарихта сізбен бізге біраз нәрсе жабылып жазылды. Өйткені 70 жыл тоқырау заманы, 70 жыл совет өкіметі бірінші орында молдаларды жамандайды. Екінші орында байларды жамандайды. Молдалар дегенің қандай десе, кейін сол жамандайтын нәрселерді ғана шығарған. Абайдың сөздері болсын, ол Абай совет өкіметі кезінде Мұхтар Әуезовтің жазған шығармасы. Одан бөлек қандай да бір Сұлтанмахмұт Торайғыров болсын, басқа адамдардың жазулары келсе, молдалардың бәрі жаман болады. Ишан деген жаман, молда деген жаман. Олар жаңағыдегі сыбап тұрып таяқпенен сабап оқытатын, түк оқытпайды, пара ала беретін деген сияқты нәрсе кетті. Жамандап осындай дәуірге барды. Бірақ біліп алыңыз, біздің қазақтың қандай зиялысы болсын, тарихын оқысаңыз, ауылдағы молдадан сауат ашқан деп шығады. Сонда бір ол. Екіншісі, Абайдың тарихын оқысаңыз, мен әлгі ұзақтан келе жатырмын, сол ақида бабына келемейді. Абайдың тарихын оқысаңыз, мынау Семей өңірінде Ақсуат деген жерде бір болыс өткен үлкен. Әлгі болыс сол өзінің ауылының